Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Қызым телесериалын айтатын боламыз. Бүгінгі бөлімде өйкені сыныптастары ұрлықшы деп айыптайды, өйткені сыныбындағы бір бала бір затын ақшасын ұрлап алады. Енді өйкінің әкесі алдында телевизорға шығып ұрлықшы болғаннан кейін осы өйкені барлығы айыптайды. Өйкі оған ренжіп сабаққа бармай қояды. Одан кейін Демир екеуі сөйлеседі. Сол кезде Демир айтады: мен де ұрлық жасадым, мен ұрлық жасадым, бірақ мен әдейі жасағым келіп жасаған жоқпын, мен аш болдым, маған қой дейтін ешкім болған жоқ, мені ешкім жақсы көрген жоқ, сондықтан мен осындай жағдайға түстім деген сияқты сондай әңгімелер айтады. Одан кейін Угур алдыңғы бөлімде орманға тастап кеткен болатын. Бір әйел оны үйіне қораға апарып қамап қояды. Аяқ астынан ана келіншектің телефонын алып алып, Угур Демирге хабарласады. Демирге айтады: мені бір әйел ұстап отыр қорада, өте нашар, мен психологиялық ауытқу болып жатыр, мені құтқаршы деп оған айтады. Одан кейін Демир Сергейге хабарласып, әкесіне айтуды бұйырады. Әкесіне айтады Сергей, сөйтіп телефонын шалған номермен қай жерде жатқанын біледі. Одан кейін Жандан мен Мұрат екеуі кешкі асқа барады. Кешкі асқа барған кезде ол жерден қыздар жүреді. Дәрігер Мұратқа хабарласып, сені көруде арман екен ғой, осы жерден көруге болады екен ғой дейді. Сол кезде қыздар айтады: сенің қасыңдағы сондай қыз кім, сондай әдемі екен дейді. Сол кезде Мұрат: менің бол ғашығым деп, сүйіктім деп айтады. Бірақ содан кейін Жандан оған: жоқ, мен оның жай ғана досымын дейді. Содан кейін Мұрат осы Жанданды үйіне апарып тастайды. Сол кезде оның қолынан ұстап бетіне сүйейін деп жатқан кезде Жандан оның қолын тартып қалып, оны жақтырмайды. Одан кейін Демир Жанданды күтіп отырады. Бірақ күтіп отырған кезде Жандан айтады: сен не істеп отырсың, ұйықтамай осы уақытқа дейін дейді. Сол кезде Демир айтады оған: мен әншейін ғана күтіп отырмын дейді, бірақ сені күтіп отырмын деп айтқысы келеді. Одан кейін Жандан бөлмесіне бара жатқан, үйіне бөлмесіне кірейін деп жатқан кезде Демирдің қолындағы кітапты көреді. Кітап ол теріс қарап тұрған болатын. Сол кезде Жандан сәл ғана жымиып, оның осы Жанданды күтіп отырғанын өзі де сезеді. Одан кейін өйкеге сыныптастары ұрлық жасады деп айыптайды. Оны сол себепті осы Демир мен Жандан екеуі осы өйкенің мектебіне келеді, мектеп директорымен сөйлеседі. Сол кезде мектептің ішінде өйкенің сыныптастары екі бала мен қатты бір нәрседен таршылық көрген ба, содан ұрлап алған. Оны Мәртжан естіп қойып Сергейге апайын айтады. Ал Сергей болса өзінің директоріне барып жаңағы ақша ұрлаған баланы ертіп апарады. Одан кейін жаңағы мектеп директоры бұл Демир мен Жанданнан кешірім сұрап, өйкі ұрлық жасамаған екенін көздері жетеді. Одан кейін ал әлгі бала болса өзінің ақша ұрлағанын мойындайды. Одан кейін Угурды іздеп полицейлер жаңағы ауылға барады. Бүкіл жерді көреді, бірақ таппайды. Сол жердің адамдарынан сұрайды, бірақ көрген емес ешқайсысы. Сол жерде ойнап жүрген баланың Угурдың суретін көрсетеді: осы кісіні көрдің бе деп. Сол кезде жаңағы бала шамалы қорқақтап: иә, мен көрдім, бір әйелдің қорасында көріп қалдым, бірақ оны мен әкеме айтып едім, әкем маған ешкімге айтпа, ол өздері шешеді деп айтты дейді. Сөйтіп ол қорасына барып жаңағы Угурды тауып алады. Тауып алған кісі бас комиссар Сергейдің әкесі болатын. Одан кейін ол шамалы аяғы ақсаңдап қалған. Одан кейін үйіне қайтады. Одан кейін өйкеге Демир мен Жандан екеуі келеді. Ол кезде өйкі сабаққа бармаған болатын. Осы Демир мен Жандан екеуі келіп екі жағына отырып: мен саған жақсы жаңалық айтамын, яғни сенің ұрлықшы емес екенің дәлелденді, барлық бала біледі, өзінің кім ұрлағанын өзі мойындады дейді. Және бұған өте қатты атсалысқан Мәртжан болатын. Мәртжан кім ұрлағанын тауып дереу апайына айтыпты, оған көп рахмет дейді. Одан кейін Угурға анасы тамақ беріп отырады: неге бұлай болды, саған тиісті ма, аяғың неге сынды деген секілді тамақтар айтады. Өйткені осы Угурдың анасының өзі жалғыз түйір баласы Угур болатын. Қатты уайымдап осы Угурдың жағдайын сұрайды. Ал Угур өзі барлығы жақсы, аяқ астынан дос баламның үйіне барып едім, аяғымды қайрап алдым дейді. Одан кейін Демир өйкенің мектептен күтіп алуға барады. Күтіп алайын деп жатқан кезде осы Мәртжан мен өйке екеуі әңгіме айтып келе жатады. Сол кезде Демир Мәртжанды көріп Мәртжанға айтады: Мәртжан, рахмет саған көп деп. Сол кезде өйке оған ұрсады: сен дұрыстап рахмет айтпайсың, дұрыстап айтпайсың ба, ол өте ақылды және керемет жігіт дейді. Сосын Демир оған қызғанып кетіп: олай деп айтпа, Мәртжанның орнында басқа бала болса да оған көмектесер еді дейді. Бүгін өйкенің туған күні болатын. Оған үйінділердің барлығы дайындалып жатыр. Өйкенің туған күніне Айша деген досы детдомдағы, яғни балалар үйіндегі қызы алып келеді өйкенің үйіне. Одан кейін Сергей осы Угурдың үйін іздеп келіп есікті қағады. Анасы есікті ашады. Одан кейін мен Угурды көрейін деп, жағдайын білейін деп келдім деп ол отырады және оны көріп Угур мәз болып қалады. Ал анасы болса екеуінің ортасында махаббат бар екенін сезіп: қызым келіп отыр, мен саған қазір кофе дайындап беремін дейді. Әрі-бері Сергей кеткісі келеді, бірақ оны анасы жібермейді. Сергей айтады: мен бүгін өйкенің туған күні, мен соған барамын дейді. Сол кезде анасы: біз де барамыз, бәріміз бірге барамыз деп оны отырғызып қойып кофе дайындап береді. Жандан өйкенің туған күніне дайындалып, дастархан дайындап жатады. Ал Демир болса өйкенің уақытын создырып, өтірік осы өйкенің туған күнін ұмытып кеткен құсатып, далада екеуі қыдырып жүреді. Өйкі ренжиді: менің туған күнімді ұмытып кеттің сен дейді. Сол кезде Демир айтады: мен ұмытқан жоқпын, ұмытып кетіппін, байқамай қалыппын, ренжімеші енді дейді. Енді ұмытпаймын, саған қандай сыйлық берсем екен деп өтірік жасай салады. Одан кейін осы Демир өйкені үйіне апарады. Үйіне
кіріп қалса, үйінде Мәртжан, Сергей ұстаз, Угурдың анасы Айша барлығы ұйқыны күтіп отыр. Көптеген шарлар және тәтті торт, тіпті ойыншықтар да бар, сыйлықтар да бар. Қатты қуанып кетеді және әкесіне қарап, әке ренжімеші, сен ұмытпаған екенсің ғой дейді. Сол кезде Демир айтады, мен ешқашан сенің туған күніңді қалай ұмытамын дейді. Сол туған күн болып аяқталуға сәл қалған кезде Демирге бір хат келеді. Ол Джамальдан келген болатын, яғни ұйқының оның әкесі емес екенін және жалған құжат дайындағанын және сотқа қайтадан сот болатынын айтады. Сол кезде ол дереу ДНК-ға алдында ДНК тапсырған, бірақ оны параған ол ашпаған болатын. Мен оны ашсам да ашпасам да ұйқының менің туған қызым екеніне сенемін деп ол ашпай жыртып тастаған болатын. Осы Джамальдан кейін айтқаннан кейін ол дереу ДНК бөліміне барады. Сол кезде бір ассистент қыз отырады. Сол қыз айтады, мен осыдан бір ай бұрын ДНК тапсырып едім, соны жоғалтып алдым. Егер де болатын болса, маған бере аласыздар ма дейді. Сол жердегі ассистент қыз оған иә, әрине, паспортыңызды беріңіз деп паспортының номерімен барып оның ДНК-сын қағазын шығарып әкеп береді. Аяқ-қолы дірілдеп осы ДНК қағазын алады да далаға жүгіріп шығып ішін ашып қарайды. Және ішін ашып қараса 199%, почти 100% осы ұйқы әкесі Демирдің қызы болып шығады. Ол сол жерде қатты қуанады, тіпті көзінен жас алады. Одан кейін Угур мен Сергей екеуі көшеде келе жатады. Сол кезде екеуі біраз әңгіме айтады, осы Джамаль туралы айтады, не үшін бұлай жасап жүргенін айтады. Сергей айтады, сенің баяғы өмірің сондай қорқынышты ма деген секілді. Иә, менің сол кезде Угур айтады, иә, менің баяғы өмірім өте қорқынышты және қауіпті болатын. Дәл қазір оның барлығы алтта, енді келмеске кетті, барлығы артта қалды. Ұйқы біз өзгердік, біз ұйқыны қатты жақсы көреміз. Ұйқыға рахмет айтамыз. Ұйқы келгелі осы Демир өте қатты қуанышты болып өмірі осы қызы ретінде шынайы қабылдап, оны жақсы көріп кетті. Ал мен Демир ұйқыны тапты, ал мен сені таптым дейді. Мен сені жақсы көремін деген секілді шынайы махаббаттарын айтады. Екеуі қол ұстасып, бір-біріне деген сезімін көздерімен жеткізеді. Осымен бүгінгі бөлім аяқталды. Жалпы осы Қызым телесериалы бір аптаның көлемінде аяқталып қалады. Сондықтан тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Соңғы бөлім көруді ұмытпаңыздар.